Көздің торлы қабығындағы оптикалық өзгерістерді өзі құрастырған жасанды интеллект арқылы зерттеп, глаукома, макулярлы дегенерация, Альцгеймер ауруларын анықтаған жас ғалым Мұхит Құлмағанбетов қазіргі таңда Гонконгтағы кванттық офтальмология зертханасын басқаруда. Сәті түсіп, отандасымыз біздің орталығымызға да ат басын тіреген болатын. Менің атым Мұхит Құлмағанбетов. Дәл қазір Гонконгтағы көз және көру зерттеу орталығында жұмыс істеп жатырмын. Сол орталықта өзімнің кванттық оптика деген лабораториям бар. Сол лабораторияның меңгерушісімін. Өзімнің қарамағымда бірнеше ғалымдар бар, көбінесе жас ғалымдар. Солардың жұмысын, координациясын, ғылыми жұмыстың өтуін, эксперименттерді жасауға өзім басқарамын, атсалысамын. Негізгі үлкен лабораториямыз ол Канадада орналасқан. Сол Канадада менің бастықтарым сол жерде өздерінің эксперименттерін жасайды. Сондықтан қазіргі жұмыс істеп жатқан елдерім сол екеу, сол Гонконг және Канада. Канададағы Уотерлоо университеті, Гонконгта политехникалық университет, сол екі университеттің ортасында жасалған орта. Негізгі эксперименттер көбінесе мынау кванттық фотонды пайдаланып, көздің макулярлы дегенерация деген ауруының ерте диагностикасымен айналысу. Сол жерде біз жұмысымыздың қазір екінші коммерциализация этабына келдік. Осыған дейін жүйені құрастырдық. Столдың үстіндегі оптикалық құрылғыларды пайдаланып, енді қазір соны миниатюризировать етіп, прототипін жасап жатырмыз. Сол прототипі келесі жылдың ортасында дайын болады деген өзіміздің болжамымыз бар. Сол кезде дайын болғаннан кейін оны ары қарай нарыққа қарай шығара бастаймыз. Қосымша оған сынаулар өткіземіз, клиникалық сынаулар сондай сияқты. Бірақ қазіргі айтайын дегенім, осы қазірге дейінгі жасаған зерттеулеріміздің негізі прогнозы өте жақсы, болжам өте жақсы. Бірнеше жақсы деректер жинадық. Қазір енді мақалаларымыздың жарысы шығып, тағы басқалары уже дайындалып жатыр. Жақын арада елге де, жалпы әлемге де КТ МРТ сияқты жаңа көзге арналған томограф алып келетін ойымыз бар, жоспарымыз осындай. Бұл әлемде және адамзаттың тарихында бірінші рет кванттық физика, кванттық технологияның көз аурулар ғылымына бірінші рет кіріп тұрғаны. Бұрын соңды екі ғылым ешқашан бірге жұмыс істемеген. Енді жалпы офтальмология бұрыннан келе жатқанымен кванттық физика оның жастау. Жалпы кванттық физиканың әлі зерттелмеген нелер көп, салалар көп. Ол енді әртүрлі бағыттарға қосылып жатыр. Кванттық коммуникация, кванттық метрология, кванттық оптика, кванттық компьютеризация деген сияқты. Енді ол ғылымдарға ол более интенсивті кірген. Ал қазір медицинаға қарай кванттық физиканың қызығушылық пайда болды. Өйткені біз жалпы фермиондардың, бозондардың, фотондардың қалай жұмыс істейтінін, оларды қалай біз қадағалай алатынымызды үйрене бастадық. Соларды пайдаланып технология құрастыра бастадық. Олардың ең үлкен мысалы ол кванттық компьютерлер. Одан да басқа кванттық технологиялар бар. Солардың бірі мынау біздікі. Сондықтан қазір осы жұмысымыз арқылы бірінші рет мына екі ғылымның ортасында бірінші жұмыс басталды. Осы неде алдыңғы жылдың, осы 2022 жылдың қыркүйегінде Канадада болдым. Сол жерде Quantum for Health деген жарыс болды. Кванттық физиканың мамандары медицина қандай жаңалықтар алып келеді деген сияқты. Сол жарыста мен де өзімнің жобаларыммен қатыстым. Алғашқы 10-дыққа кірдім. Ол жерде бірінші, екінші орындар бермейді. Тек қана 10 мықты проектін таңдап алды. Сол жерде де енді мен өзімнің орын алғанымды емес, жалпы басқа адамдарды көрдім. Барлық бағыттар әртүрлі технологияны пайдаланып медициналық сұрақтар шешуге бағытталған. Мысалы, біреулер бар, нейтронды пайдаланып, тоже бір инструмент ойлап тапқысы келеді. Ол мидың опухольдарын алдын алу, сондайға емдеуге де пайдаланғысы келеді деген сияқты. Енді перспектива өте үлкен. Жалпы медицинаның болашақта осы кванттық физикадан алары көп деп ойлаймын. Ғылыми қауымдастық арасында қызу талқыға түсіп жатқан ғылым және технологиялық саясат туралы жаңа заңның жобасы да Мұхитты бейжай қалдырмаған. Ол Алматыда бас қосқан ғалымдармен бірге өз ойын ортаға салып, ұсыныстарын да берген екен.
Жалпы сол енді осы сапарыма орай сол ғылым туралы, ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасының қоғамдық тыңдалымы, қоғамдық талқылау болды. Маған бұйырыпты, соны қатысып, соны көруге жалпы өзім қатты қызықтым. Осы заңның шеңберінде талқылауды, қатысуды, өйткені бұл жерде елімізден 1500 адам қатысты, мысалы шамамен. Оның 1/3 бөлігі сол жаңағы офлайн қатысты, қалған 2/3 бөлігі онлайн қатысты. Онлайн тыңдалым болды, одан кейін барып офлайн көптеген ұсыныстар қабылданды. Офлайнның өзінде 57 не қабылдады деді. Ұсыныс қарап отырсаңыз, ол мысалы заң жобасының өзі 200-ден астам адам жазып дайындаған, оның жартысы ғалымдар болған, одан кейін әртүрлі ведомство, министерстволар қатысқан. Енді өте ауқымды заң. Бұл заңда көп элементтер қарастырылған. Бұл ғана жай ғана сөзбен ғана емес, жаңағы детальдармен, жаңағы қалай реттелу керек, қалай заң шеңберінде жаңағы регулировать ету керек, жаңағы қадағаланып отыру керек деген сияқты сондай пункттер белгіленген. Мен мысалы өзім оқып шықтым. Ол жерде бұрынғы заңдарда жоқ нелер бар, баптар бар, бөлімшелер бар мысалы. Сосын мынау технопарк жайлы, жаңағы Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы ұлттық ғылым академиясы жайлы сондай бөліктерді жақсы белгілеп жазған. Енді жалпы өзімнің үйренген, білген деген жаңа ең маңызды деген ұсыныстарын өзімде түртіп жазып жібердім. Сахнаға шығаруға жол берді. Сахнаға шығып, жаңағы 3 өзімнің ұсынысымды бердім, тағы қосымша 3 ұсынысымды жазбаша қосып бердім. Оларға айта кететін болсақ, біреуі сол жаңағы постдокторанттарды, шетелдегі постдокторанттарды, әсіресе талантты постдокторантты елге шақыру деген сияқты. Біз білеміз, елге бұған дейін де шақырып жаттық. Визитинг профессор деген бірнеше университеттерде бағдарламалар бар. Енді оны қадағалаймыз ба, ол келіп жатқан профессорлардан біздің елге ғылымға түсіп жатқан пайдасы бар ма, жоқ па деген сияқты ондай мониторинг жағдай бар ма, оны білмеймін, мысалы мен өз басым. Бірақ жалпы мен айтайын дегенім, егер жас, қарны ашық ғалымдарды елге шақыратын болсақ, олар өздерінің имиджі үшін жұмыс істейді. Олар өздерінің жаңағы энергиясын пайдаланады. Олар оянбай тұрмай, азынан кешке дейін жұмысын жасай береді, ұйықтамай тұрмай. Сондай басқа бір ұсыныстардың бірі осы кванттық технологиялардың қай заң шеңберінде қадағалануы. Мысалы, заңда жазылған, жаңағы әскери оборонный промышленность дейміз, әскери өндірістен басқасының барлығы осы заңда не қылады деген. Мысалы, кім біледі ертең, мысалы, осы жердегі өзіміздің бір қазақ бауырымыз, мысалы, ертең өзі жаңағы кванттық компьютер ойлап табады. Мысалы, ертең оны ойлап тапқаннан кейін ол өзіміз білеміз ғой, жаңағы мықты елдер немесе үлкен транснационалды компаниялар өздерінің ойлап тапқан кванттық компьютерін ешкіммен бөліспейді. Өйткені олар өздері де түсінбейді оның қаншалықты потенциалы бар. Оны ертең қандай салаларда пайдалануға болады, ол қалай, сондай сияқты мысалы. Немесе біз елге алып келіп жатсақ, мысалы, мен де мысалы өзім жасап отқан технологиямды Қазақстанға алып келгім келеді. Өйткені елден бұрын біздің халқымызда соның пайдасын көргенін қалаймын. Мысалы, ертең мен елге алып келгенде ол қай заң шеңберінде қадағаланады, маған да біліп отыру керек. Ертең мен алып келгеннен кейін тағы айту мүмкін, мынандай заң қабылдау керек, или қабылданбаған деген сияқты. Сондықтан заң жобасы талқыланып жатқан кезде сондай сұрақты көтергенім бар. Енді бұл заң бүгінгі ғана сұрақты емес, ол болашақтың сұрағын шешеді ғой. Келесі заң жобасы қашан қабылданатыны ол да белгісіз. Егер қазір енгізіп қоя берсек, қазір соны зерттесек, ертең болашақ сол бағытта жұмыс істейтін адамдарға жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Өзінің ғылымға деген құштарлығымен әлемдік жетекші ғалымдардың назарына іліккен қазақ баласы жырақта жүрсе де, отандық ғылымның жанашыры әрі қолынан келгенше өз үлесін қосуға тырысып жүрген жан. Жалпы негізі осы сұраққа мен басқаша жауап, кейде сұрақ қояды да, елге неғып келмейсің дейді, мысалы. Елге көмектеспейсің ба, пайдаланған, жинаған білім пайдаланбайсың ба. Мен айтамын, мен дәл қазіргі күні мен елде болғаннан көрі елдің сыртында жүріп, елге көмегімді көп атқара аламын. Мысалы, мен елде отырмын, елде отырмын, маған ана технология ұнайды, мына ғылыми проект ұнайды, мен оның авторларына, оның ғалымдарға жазамын. Мысалы, мен сияқты басқа елдерін жазып жатқандар көп.
ол ғалымдар жауап бермеуі де мүмкін. Сондықтан мен еліме алып келгім келетін жаңағы ғылыми жобаны или ғалымды мен ешқашан алып келе алмауым мүмкін. Ал дәл қазір мысалы мен Гонконгта жүрмін. Жаңа сіз айтқандағыдай бұған дейін жаңа неде Ұлыбританияда болдым. Ұлыбританияда жүрген кезде Қазақстаннан жаңағы көз ғылыми зерттеу институты мен сол Калиф университетінің ортасында меморандум қойып бірнеше іс-шара өткіздік өзара. Профессорларды шақырдық, осы Қазақстандағы офтальмологтарды сол жаққа шақырып сөз бердік. Сосын барып осындай білім алмасу болды бірнеше іс-шарадан кейін. Содан кейін қазір Гонконгқа келдім. 1,5 жылдың ішінде осы жақында жаңа меморандум қабылдадық. Осы көз ғылыми зерттеу институтының жаңа стратегиялық партнері, жаңа серіктесі сол мен жұмыс істеп жатқан Гонконгтағы центр. Ол меморандум қабылданды и артынан қазір 3 проектіні Қазақстанға алып келіп отырмын. Оның бірі мынау амблиопия деген ауру бар. Жаңағы бір көздің әлсіз көруі, бір көздің жақсы көруі деген сияқты көбінесе балаларда болады, бірақ үлкендерде болады. Сол проектіні елге алып келіп жатырмын. Өйткені ол проектті қазір Гонконгта және Канадада жұмыс істеп жатыр. Мына жаңағы бірнеше центрлік зерттеу жұмысын жасайын деп жатыр. Соны алып келіп жатырмын. Одан мысалы Қазақстан дәрігерінің көретін пайдасы ол өзінің ғылыми жұмысының қабілеттілігін көбейтеді. Ол ертең оған ғылыми статья жазуға, мақала жазуға көмектеседі. Ал науқастарға тегін диагностикаға өтеді және науқастарға тегін ем қабылдайды. Қосымша олардың миын МРТ, ЭГ арқылы зерттейді да, кейін оның миының қаншалықты өзгереді, мысалы нейропластичность дейміз, жаңағы миы қаншалықты пайдаланып жатқан емнің көмегімен жақсарады деген сияқты сондай бір проектқа келіп отырмын. Екінші проект ол миопияға байланысты. Оны келесі жолы алып келемін. Үшінші проект кванттық технология, өзімнің пайдаланып жатқан томографымды осында алып келгім келеді. Сол мысалы сол меморандум шеңберінде өзім айналысқан жобамнан басқа 2 жобаны алдыртып алдым. Негізі ол Гонконгта біз жұмыс атқан орталықта 25 жоба бар. Мен жалпы осылай елге алып келгім келеді мысалы. Олардың бәрі енді адамның көзінің жаңағы неше түрлі ауруының емін немесе диагностикасына арналған. Сондықтан сондай мықты жердегі жобаларды елімізге де алып келгім келеді. Біз Қазақстандағы ең басты жаңағы офтальмология орталық ол сол Қазақ көз аурулар ғылыми зерттеу институты болғаннан кейін сол жерге алып келіп жатырмын. Ертең ол жерден ол өңірлерге тарай береді. Оның өзінің филиалдары бар, мына Алматы, сосын Астана, Шымкент, сол қалаларда. Солармен тікелей жұмыс істейді. Егер институтқа түскен ғылыми жоба, ол басқа офтальмологтарға да таныс болады да. Олар біледі, мына Гонконгтағы проект қой, осыған науқасымыз жіберейік, ертең сол емделсін, осының эксперименталды ем қабылдап отыр екен деген сияқты. Мен бұл жерде бір моментте барлығы жақсылыққа өзгеріп кетеді деп айтамаймын, бірақ өстіп елге біріншіден біздің офтальмолог әсіресе жас ғалымдардың ғылымға баулуы. Міне шетелде ғылыми жұмыс осылай жасап жатыр деп. Ана жақтан ғалымдар дайын отыр. Олар қазір күнделікті өзара Zoom арқылы бір-бірімен байланысқа шығып, мына диагнозды қалай жасау керек, мына дәріні қалай сондай. Екіншіден ол науқастарға пайда болуы мүмкін. Мысалы, емі жоқ аурулар, мысалы, соларға эксперименталды ем қабылдау мүмкін деген сияқты. Сондай пайда бар. Гонконгтың көретін пайдасы, олар деректер алады, данные жинайды ертең. Оларға көп дерек болса, ертең ғылыми жұмысы да, оның қорытындысы да күштірек болады деген сияқты. Сондай. Жалпы өзім жүрген жерде барлық елдермен тырысам. Ұлыбританиямен жасадым, Гонконгпен. Енді осы келер алда кім біледі, может 2024-ге дейін Канадамен де жасағым келіп отыр, Уатерлоо университеті. Уатерлоо университетінде бірнеше Нобель премиясының иегерлері бар, өте дамыған университет, өте мықты университет. Сол Канадамен де байланыстырғым келіп отыр. Өстіп барған жерімде Қазақстанмен байланысайық, Қазақстанның офтальмологтарына көмектесейік, бірге жұмыс жасайық деп өзімнің енді қолымнан келгенше жасап жатырмын. Мен бәрін күшті өзгерттім деп айта алмаймын, бірақ қолымнан келгенше қазақ офтальмология ғылымын көтеруге тырысып жатырмын. Офтальмология, IT және квантты физика саласын ұштастырып, ғылымға жаңа серпін беруді қолға алған Мұхит Құлмағанбетовке сәттілік тілейміз.